Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қан төгіссіз, бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана елімізде әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қосалдық. 30 жыл ішінде тәуелсіз қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын естеліктерінен аман өткізіп келеміз. Үндесіп, бейбіт өмір сүріп жүрміз. Күн кешіп тыныштықтың қалқасында. Көреген өзгелерден биік боп тұр, көреген батырлардың арқасында. Дей келе, сіздердің назарларыңызға колледж студенттерінің орындауында Атамекен қоры. Сәлеметсіздер ме, қымбатты студенттер. Міне біз сіздермен бүгін кездесіп, сұхбаттасып отырмыз. Бізді осы тәуелсіздігіміз 35 жылдығында кездесіп, қонаққа шақырғаныңыз рахмет. Бұл тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Мен де сіздер сияқты сол кезде небәрі 20 жаста едім. 3-ші курстың студенті болғам. Сол алаңда біз мысалы осы еліміздің егемендік үшін жаңағы жастар тіліміздің осы сақталу үшін біздер алаңға бардық. Енді өздеріңіз естіп жатсыздар. Бұл кезде біз жаңағы 15 одақтас республикаға мүше болғанбыз. Қазақстан бұл кезде Москваға тікелей қарайтын. Содан кейін біздің Қазақстанға үкіметімізді басқаруға Колбин орыс өкілі келеді дегенді естігеннен кейін жастар алаңға жаңағы Қонай батамызбен кездесуге бардық. Сол жерде жаңағы біздің басқа ұлт өкілі басқаратын естіп, жастарда кішкене наразылық туындады. Ол кезде жаңағындай күн өте ызғарлы болған, қақаған аяз, суық болған далада. Жастар, сіздерге айтатыным, осы еліміздің егемендігін биік көтеріңіздер, оқуда жақсы оқыңыздар, осы Қазақстанның даңқын әлемге танытыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті кеш қонақтары. Желтоқсан оқиғасының тақырыбына байланысты жиналғаныңызға өте қуаныштымын. Жас ұрпақ жеткенше сіздерге денсаулық тілеймін және ұлттық мәртебені жоғары қоюды тілеймін. Сонымен үлкен жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Ал енді тақырыпқа келетін болсақ, біз сол кезде 2-ші курс студенті болатынбыз. Енді айтылатын да жағдайлар бар, айтылмайтын да жағдайлар бар, жаңа абай айтып кетті. Сол себептен мен көп нәрсенің бетін ашқым келмейді. Онан қайта өте ауыр еске түсіру, көз алдыңа киноның лентасында бәріне елестейді. Студенттер бүкіл Алматыдағы деп айтсам қателеспеймін. Барлық Қазақстан өңірінде де өзіміздің тілімізді, ұлтымызды, яғни сақтап қалу үшін барлығымыз алаңға шықтық. Осы тілімізді, дінімізді, яғни елімізді сақтау үшін ешқандай қолымызға қару алмай алаңға аттанып, сол мақсатымызға енді жеттік деп ойлаймын. Өздеріңе тілейтінім сабақтарын жақсы оқып, қазіргі енді біздің еліміздің болашағы жастар деп айтпақшымын. Елі, яғни тілі болмаған ел жоғалады дейді. Сондықтан біз өзіміздің тілімізді, жерімізді ата бабамыздан қалған, яғни сақтап қалуымыз керек деп ойлаймын. Күй жатыр қалықтаған аспабымда, күй жатыр сахнада достанымда. Қарсы алайық бәріміз осы күйді, қол соғайық баршамыз қас-қағымда. 1-ші курс студенті Бекмұхаммед Досанның орындауында патриот күйін қарсы алыңыздар.
біз алаңға 3 күн бардық. Ол кезде мен жаңа IPA қазір шет тілдер университетінде оқыған 3-ші курс студентімін. Сонда жаңа бізде 3 күн бардық. 3-ші күні біз жаңағы барған кезде сол үлкен енді 18 күні болды ғой. Одан кейін арғы енді қандай жағдай болған енді қиындау айту. Сонда менің бойымда өзімнің қазақ еліне деген үлкен өзімнің елімнің тілі болсын, діні болсын жаңағы деген мақтаныш сезім болған, ешқандай қорқыныш болған жоқ. Мысалы сағат 4-те мен көшеге шықтым. Сонда бір қорқыныш деген болмапты. Жаңа бар мақсатымыз біздің тек қана қазақ ұлты болса екен, қазақ елі болса деген бір мақсат болды. Сол кезде адам қорқынышты ұмытып кетеді екенсіз. Өзіңіздің елім дегенде жаңағы ет жүрегіңіз елжіреп барлығын ұмытып кетесіздер. Бізде оқудан шығарады-ау, ата-анам ұрсады-ау деген бір сезім болмапты. Жақсы онда анашым, мен сабағымды оқиын. Кейінірек хабарласам, жақсы сау болыңыз. Алматыдағы қанды қырғыннан кейін Жезқазған, Қарағанды, Шымкент, Талдықорған, Өскеменде жастар көтерілді. Солардың бірі Өскемен қаласындағы 16 жасар Сабира болатын. Ол 400-ге жуық студенттерді алаңға алып шықты. Алматыдағы қанды қырғынды тоқтатыңдар, аға апаларымызға тиіспеңіздер, қазаққа қазақ басшы деген ұранмен шықты. Бұл жағдай 19:00 мен 21:00 аралығында болған еді. Бұл 21 желтоқсанда еді. Полицейлер студенттерді соққыға жықты, аяусыз сабады. Сабираның үстінен іс қозғалып тергеуге алды. Ой, көңілімді бөліп кішкене радио тыңдайыншы. Алматы қаласында алаңға көтеріліске шыққан жастар қамауға алынды. Тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бірақ та көтеріліс әлі толық тоқтаған жоқ. Не істесем болады екен? Қыздар тұрыңдаршы, қыздар тұрыңдаршы. Жәмила тұршы. Сабира не болды? Фердаш, Алматы қаласының өзіміздің аға әпкелеріміз көтеріліс алаңына шығуда. Ол біздің тәуелсіздігімізді алу үшін, еліміз үшін аянбай көтеріліске шығуда. Неге бізде барып соларға үлес қоспасқа? Неге бізде тәуелсіздігімізді алуымызға, өзіміздің үлесімізді қоспасқа? Қыздар, бізде барайық. Сабира, не болып кетті? Шықса шыға берсін, не істейсің оларды? Айгүл, сенің бұның не? Сенің ұлтқа деген сүйіспеншілігің қайда? Намысың қайда? Қойш соларды. Айгүл, мен сені бұндай деп ойламаппын. Олар біздің ата-бабамыз аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізу үшін осылай көтеріліс алаңына шығуда. Вставай. Последний раз повторяю. Вставай. Сядь. Имя. Сабира. Фамилия. Мұхаммеджан. Отчество. Есімбекқызы. Кто вам приказал выйти на митинг? Ешкім берілген жоқ. Бәрін мен бастап шықтым. Понятно. Вы все такие молодые. Почему вы совершаете преступление? Даже первый курс не закончили. Олардың ешқандай да кінәсі жоқ. Бәріне мен шықтым. Мен көтерілісті бастап шықтым. Из-за тебя всех 20 студентов отчисляют из училища и отправят всех в лагерь на черную работу. Это все из-за тебя. Енді не болмақ? Сабира, не болып сала, Сабира. Сабира, тұршы өтінем. Сабира, тұршы. Тұршы, Сабира. Не болды саған? Қыздар, сендер еш кінәларың жоқ. Бар кінәні мен өз мойныма алып. Сендер оқуларын жалғастырасыңдар, қыздар.
еш уайымдамаңдар. Не болды, Сабира? Сабира. Адам шошитын шыдамас зорлық көрген Сабираны 26 желтоқсанда босатады. Сабира өзінің жатақханасына келіп қаза табады. Ол қағазға ешкімнің кінәсі жоқ, барлығын өз мойныма аламын деп хат жазып, 5-ші қабаттан секіріп қайтыс болады. Қаршыдай қарапайым қазақ қызы, тәртіп алды қара жердің суық сызы, жендеттердің зорлығына шыдамаған Сабираның тарихта қалды ізі. Жүрегің елім деп тарс-тұрс соққан, қаныңнан айналайын елде баққан, жылаттың, жол көрсеттің қазағыңа, тәуелсіздік жұлдызысың көпке қаққан. Мінекей біздің қазір қонақтарымызға енді көптеген бір жайт жағдайлар естеріне түсіп отыр деп ойлаймын. Біздің студенттеріміздің театр клубының сахналық көрінісі. Қымбатты оқушылар, студенттер, Шолпан апай, бізді шақырып, бүгін жүздесіп отқаныңыз рахмет. Мен мына жас шәкірттерімізге оқуда табыс тілеймін. Мына қазақ елі, қазақ халқы өзінің басынан сан мыңдаған тарихи оқиғаларды басынан кешірген. Енді біздің қазақ тарихымызда бұндай болмасын, еліміз заман, осындай біздің шәкірттеріміз бейбіт заманда бақытты ғұмыр кешсін. Балалар, біздің көргеніміз сендер көрмеңдер, тек қана татулық, бірлік, бақыт болсын. Тек бейбіт заманда өмір сүрейік. Еліміз заман, халқымыз тыныш болсын. Біздің енді Қазақстанымыздың көк туын желбіретіп, әлемге танытыңыздар, оқуда табысты болыңыздар, мықты дәрігер болып шығып, біздің халқымызға еңбектеріңізді сіңіре беріңіздер. Табыс тілеймін сіздерге. Сабақтарыңызда тек қана биіктен көріңіздер. Рахмет шақырғандарыңызға.